мақтанғым келмейді, бірақ айтайын. Мен бір нәрсені істеп жатып, не істеп жатқанымды ұмытып қаламын. Сіздердің алдарыңызда Асқар, 8 жасар мектеп оқушысы. Мектепте адам өз міндеттеріне назар аудару керек, бірақ ол қолынан келмейді. Өйткені ол жиі алаңдап бір орында отыра алмайды. Нәтижесінде ол уақытты жоғалтады және нашар нәтижелерге қол жеткізеді. Гиперактивтілігі мен зейінсіздігіне байланысты Асқарға СДВГ диагнозы қойылады. Осыдан бастап адам өз өмірінің бір сәтінде әртүрлі қате түсініктерге тап болып, оқудағы кедергілерді жеңу керек болады. Ең жиі кездесетін қате түсінік, мұндай оқушылар мүлдем білім ала алмайды, ал шын мәнінде олай емес. СДВГ немесе зейін жеткіліксіздігі және гиперактивтілік синдромы жүйке дамуының бұзылуы. СДВГ-ның 3 түрі бар. Біріншісі – бала зейінін шоғырландыра алмауы, яғни зейінсіздік. Екіншісі – гиперактивтілік, яғни физикалық белсенділікті басқара алмау. Үшіншісі – алғашқы 2 түрдің аралас түрі. СДВГ-ның ықтимал себептеріне нейробиологиялық факторлар жатады. Сондай-ақ, бұл бұзылыс тұқым қуалайтын және қоршаған орта факторларынан туындауы мүмкін. Бірақ Асқар басқа балалар секілді оқи алады ма? СДВГ бар студенттерге көмектесудің бір жолы, олардың білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру. Мұны келесі жолдармен жасауға болады. Біріншіден, оларды тыңдау және олардың қалай тиімдірек оқитынын анықтау. Екіншіден, дәрі-дәрмек арқылы бұл ауруды емдеудің тағы бір әдісі. СДВГ-мен байланысты белгілі бір препараттар бар. Өкінішке орай, кейбір дәрі-дәрмектер суицид туралы ойдың артуына әкелуі мүмкін. Соңғы түрі мінез-құлық терапиясын қолдануға болады. Аталмыш терапия тұтас сыныпты қамтиды. Мектеп пен отбасы көмектесу үшін бірлесіп жұмыс істегенде, үйде де және мектепте бірізді әдістер қолданылса жақсару болады. СДВГ-ға қарамастан, Асқар спорт аңызы Майкл Фелпс сияқты кез келген салада табысқа жете алады. Ал Майкл СДВГ бар жұлдыздардың жалғыз мысалы емес.